Құқығын қорғау комитетін құрдық. Ондағы мақсатымыз комиссияның жұмысын ары қарай жалғастырудың ұтымды амалдарын табу еді. Яғни, желтоқсан оқиғасының шындығын қалың халыққа қанша көп тарата білсек, сонша ұтылмайтынымызға көзіміз жетті. Бірақ ақпарат құралдары биліктің айтқанын орындайды. Желтоқсан оқиғасының оны тексеретін комиссиясының кешегі бүгінгі шындығынан халықтың басым пайызы мүлде бейхабар еді. Мұхтар Шағановтың осы баяндамасынан кейін сол комиссияның құрамындағы сарапшылар тобында істеген адамдарды жасырын түрде қуғындау басталды. Ең алдымен Мұхтар Шағановтың өзіне, сонан кейін осы комиссияда белсенділік танытқан адамдардың барлығына жасырын КГБ өзінің іс-әрекетін бастады. Қазақ әдебиеті газетінде жарияланғаннан кейін жаңағы мақала бір аптадан соң мені Алматы қалалық прокуратурасы шақырды. Қаланың прокуроры Азаров деген тікелей өзі қабылдады. Ол бірінші күні де, екінші күні де, үшінші, бір апта мені шақырып алып, таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін жаңағы жеке кабинетте тергеушілерін салып қойып, бір сұрақты қайталай береді. Ал енді тергеушілердің өздері ауысып отырады, мені шығармайды. 7-ші күнге барған кезде бұлар маған алдыма қағаз қойды. Осы қағазды қол қойсаң, біз сені босатамыз деді. Ол қағазда былай деп жазылды. Мен пәленбай, осы Совет өкіметіне қарсы үгіт насихат жүргізгенімді мойындаймын. Мен енді ұлтшылдық көзқарасымды, бұдан кейінгі жаңағы Мәскеу саясатына қарсы ойларымды түзеймін. Бұның барлығы менің жаңағы еркімнен тыс болып жатқан дүниелер. Осының барлығын мен мына халық депутаты Мұхтар Шағановтың нұсқауымен істедім деп жазылыпты. Мен бұған қол қоймаймын дедім. Машинкаға басылған жарты бет парақ. Астына менің аты жөнім жазып қойыпты. Сосын бұлар мені абақтыға бір айға жабуға жаңағы республикалық прокурорға ұсыныс жіберді. Бірақ бір аптадан кейін мені бұлар еріксіз босатты. Себебі Москвадан Мұхтар Шаханов арнайы ұшып келіп, сол орталық комитетке, одан кейін прокуратураға өзі барып жүріп, барлығын аяғына тік тұрғызды. Содан кейін бұлар ары қарай бұл істі тереңдетуге жүректері бармады. Адам құқығын қорғау комитетінің мүшелері Нинел Фокина, Мәшен Иманбаев, Жеміс Тұрмағанбетова, Аманжол Нәлібаев, Мүбәрак Садықов, Армел Тасымбетов, Ерлан Декелбаев, Олжабай Темірханов, Ахмет Ақбаев ерекше қайрат танытып, бірге ақылдасқан бойда КСРО жоғарғы кеңесіне, Кеңестер одағы Компартиясы орталық комитетіне, Қазақ КСР жоғарғы кеңесіне, Қазақ КСР Компартиясы орталық комитетіне, одақ пен республиканың барлық азаматтарына үндеу қабылдауға кірістік. Халықтың көкейдегі бар қыжылын түгел қамтуды мақсат еткен маңызы зор құжат 2 күн, 2 түн бас көтерілмей жазылды. Аром мен салтанат 2-3 мыңдап көбейткен үндеу парақтарын таратуға комитет мүшелері бел шешіп кірісті. Сөйтіп аласырған күндердің бірінде ойда жоқта сол кездің белгілі журналисі Қажықорған жолға кетті. Мән жайды түсіндірдім. Комиссияның жабылғаннан халық бейхабар, шындықты жұрттың құлағына жеткізу үшін маған тікелей ефір беруге мүмкіндігің бар ма дедім. Қажы азаматтық жасады. Екеуара келісім бойынша ол мені мүлде басқа тақырыпқа арналған бағдарламамен тікелей ефірге шығарды. Ефірдің аяғында мен бас көздемей желтоқсан төңірегіндегі шындықты түгел жұртқа жайып салдым. Әрине бұл енді оңай болған жоқ. Мұхаңа да, Қажағаға да. Бірақ енді арадан бір азғантай уақыт өткеннен кейін, өзім бұрыннан тілектес болып жүргеннен кейін Мұхаңменен, сосын жалпы желтоқсан жаңғырығы, желтоқсан оқиғасы әлі түгелдей
айтылатын мәселе, айтылуға тиіс мәселе толық көлемде ашылмай жатқаннан кейін бұл кісімен тікелей эфирде сұхбаттасуға тағы да ниет етіп, Мұхаңды іздеп, Мұхаңа осы мәселе төңірегінде айтып, өзге де жоғары кеңестің депутаттарын шақыра отырып, әрине басшылыққа хабарланды Мұхаңның келетіндігі, бірақ енді олар дәл Мұхаң дәл соншалықты мәселені әлгі тікелей эфирдің кезінде соншалықты бір ашшылықты жайып салады деп ешбір басшының ол ойына келмеген болу керек. Оны даже мынау эфирдің тізгінін ұстап отырған менің өзім де ол мәселенің көпшілігінде білмей қалдым. Бірақ енді Мұхаңмен келісім солай болды. Соңғы жағында Мұхаңға сөз беру керек болды. Алдың жағында басқа депутаттар сөйлеп. Сонда Мұхаң хабардың соңғы жағында жарты сағатта жалпы желтоқсан оқиғасының қалай болғаны, оған кімдердің кінәлі екендігі, және кімдердің қаншалықты бұл жолда әрекет жасап еңбек сіңіргендерін кәдімгі тасқа, тайға таңба басқандай етіп, бүкіл халыққа жайып салды. Жаңағы тікелей эфирден кейін әрине қудалау да болды. Ал енді Мұхаңның сонда мен ерлігіне ерекше таңғалдым да, бірақ енді Мұхаң мені қанаттыға қақтырып тұмсыққа шоқтырған жоқ шын мәнінде. Бірақ 6 айдай эфирден аластатты. Енді үйдің кезегінде тұрғанбыз, ол мәселеде шамалы қиындық ұшырады, кейінгі сырылды дегендей. Екінші эфирге өткен күні ертеңіне Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің екінші хатшысы Ануфриев жұмыс орныма телефон соғып, сіз орталық комитет желтоқсанға қатысты қолдағы бар құжаттарды жойып, қалған қағаздарды комиссиядан жасырды деп, тікелей эфир арқылы халыққа екі дүркін мемлекет бірлігін бұзарлық ой тастадыңыз. Бүгінде сізге сенгендей басқа ешкімге сенбейтін халық алаңға екінші рет жиналса, тағы қан төгіс болуы мүмкін. Сондықтан біз тағы да ашық эфир ұйымдастырайық. Сіз кешегі сөзіңізді жұмсартыңыз, есесіне біз сізге комиссия жұмысын жандандыруға көмектесеміз деді. Ойыма бір қулық сап етті де, мен Ануфриевпен келісімге келдім. Ұзамай ашық эфирге қайта шықтым. Менен өзге де шақырылғандар бар екен. Әуелі ұлттар достығы, салт дәстүр жайлы тәтті әңгімелер өрбіп отырды да, бір кезде эфирді жүргізіп отырған журналист маған, сіз жуырда теледидарда сөйлеген сөзіңізде шындыққа кереғар келдім деп ойламайсыз ба? Деп сауал берді. Мына сөзге ашуым келгені сонша, өзімді өзім ұстай алмай қалдым. Сосын ерегіскенде желтоқсан оқиғасы төңірегіндегі өткенде айтылмай қалған кейбір ойларымды бірінен соң бірін түйдек ағыттым. Сөйтіп, маған телеарнаны өз қолымен ұсынған билік қапыда тағы да сан соғып, бармағын тістеп қалды. Мына Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясында істеп жүрген кезде, мына енді жұмысшы тобымыз ғой, бізге де қоқан-лоқы қысымды көрсеткен кездер болған. Яғни телефон шалған, егер сендер қоймасаңдар, біз сендерді алып тастаймыз Шахановпен бірге деген. Газеттің әріптерін қиып, сол арнайы аппақ қағазға жабыстырып, біздің алдымызға әкеліп тастаған бір белгісіз бір жолдармен, біз өзіміз конверттің ішінен бе, бірдеме әкеліп тастағанда, бірақ енді ол бізді тоқтатқан жоқ. Біз талай өлімнен де өттік, талай бізді қорқытқан, өлтіреміз деп, соғамыз деп, сіз жоғалып кетеміз. Енді мына қағаз келіп отырды, қағаз келгеннен кейін біз алдық та жылы итеріп бұлағыра қойып қойдық та, жұмысымызды ары қарай жалғастыра бердік. Осы кезеңде КСРО халық депутаттарының кезектен тыс съезі шақырылды да, мен Мәскеуге аттандым. Съездің бірінші күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Нұрсұлтан Назарбаев мені съездер сарайының ішіндегі поштаға ертіп келіп, оңаша әңгімесін бастады. Жаңа үзіліс кезінде мені Горбачев шақырып алды. Қауіпсіздік комитеті 17 желтоқсан күні алаңға қайта шыққалы жатқандарыңды жеткізген екен. Шахановпен сөйлес, көтеріліс кезінде адам өлімі болса өзі де жауап береді. Одан да мынаған келсек, желтоқсан оқиғасын тексеретін комиссиясын қайтадан құрсын, Қазақстан азаматтарынан қалаған адамдарын ендірсін, қарсы болмаймыз, деді. Бас хатшының сөзін саған дәлме-дәл жеткізіп отырмын, деді Нұрсұлтан Әбішұлы. Мен
биліктің сөзі мен ісінің арасында шекара қалмай барады ғой деп келіспес мінез байқатып едім. Ол жоқ, Горбачевтың осы жолғы сөзіне сенуіңе болады деді. Екеуміз ұзақ әңгімелесіп, ақыры мынаған келістік. Қуыршақ комиссияны жойып, жаңа комиссия құруға уағдаластық. Жаңа құрамға мен өзімнен басқа 9 адам ендіруге құқық иелендім. 5 адамды билік жасақтамақ. Маған съездің аяқталуын күтпей Алматыға қайту тапсырылды. Ел басшысы Қасыма, Алматы облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Қасым Төлеубековті, Қазақ КСР халыққа білім беру министрі Шайсұлтан Шаяхметовті қосып беретін болды. Республика басшысы сол жерде отырып, орыс тілінде менің Алматы қалалық газеттерінде жариялануға тиісті үндеу хатымды жазып берді. Сол түні Алматыға ұшақпен жетіп, келесі күні жоғарғы және арнаулы оқу орындарында қазақ жастары көп шоғырланған 2 өнеркәсіпте ертеден кешке дейін 6 кездесу өткіздім. Сөзімнің мазмұны: билік желтоқсан оқиғасының ақ-қарасын тексеруге негізделген жабылған комиссияны қайта ашуға уәде етті. Бас хатшы Горбачевтың және Қазақстан билігінің осы жолғы берген уәдесіне сенелік. Сол үшін де 17 желтоқсан күні алаңға шығуды доғаралық деген сөздер болды. Сонымен 1990 жыл 31 қаңтарда жоғарғы кеңес президиумының мына қаулысы жарияланды. 1989 жыл 14 қарашада Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің қаулысымен құрылған жұмысшы тобының құрамы қосымша адамдармен толықтырылып, аты 1986 жылғы Алматыдағы 17-18 желтоқсан оқиғасын тексеретін Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумы комиссиясы деп өзгертілсін. 4-ші рет құрылған комиссияға мен өз тарапымнан 9 емес 11 адам ендірдім. Шұғыл іске кірісіп кеттік. Әр қайсысының мүмкіндігіне, қызмет жағдайына қарай жеке-жеке тапсырма бердік. Бірақ комиссияның тең төрағасы Қадыр Мырзалиев ағамыз тым құрыса 1 рет жиынға қатысқан жоқ. Кейіннен ол кісінің бар жоғын есепке де алмауға тырыстық. Билік жағынан енген комиссия мүшелері жұмыс істемеді деп айтуға болады. Бірақ заң ғылымдарының докторы ретінде Ким Мырза ғана заң төңірегіндегі қордаланған мәселелерге көмек көрсетті. Бұл жолы да негізгі шаруаларға жұмысшы тобының мүшелерін салдық. Олардың әр қайсысын құжат орнына жүретін қағазбен қаруландырдым. Жұмысшылар тобындағы көпшілік адамдар бізге комиссияның құжаттарына қол қою үшін қажет болатын. Себебі біздер жиып дайындаған құжаттарға қол қоюдан жалпы көпшілік соншама қорқатын. Жұмысшылар тобындағы адамдардың комиссияның әр құжатына қоятын әрбір қол үшін Шаханов әр жолы соншама жүйкемен күш жұмсауға мәжбүр болатын. Шаханов олардың үйлеріне үздіксіз қоңырау соғып, немесе арнайы іздеп барып, жалынып, үгіттеп жүріп құжаттарға қолдарын қойдырып алатын. Өйткені ол кез адамдардың үрейін алған өте қауіпті кезеңдері. Әрине, осының бәрі біздің жұмысымызға кедергісін, қиындығын тигізбей қоймады. Егер жұмысшы тобындағылардың барлығы өз ісіне шын мәнінде бір жұдырық боп жұмыла кіріскенінде, комиссия талай істі әрі жылдам, әрі тереңірек зерттеп үлгерген болар еді. Комиссияның негізгі жұмыстарын мен әсіресе 3 адаммен ақылдасып шешіп отырдым. Оның бірі іскер азамат, комиссияның жауапты хатшысы Тұңғышбай Бурабаев, екіншісі тамаша заңгер, әрі ерекше ұлтжанды азамат Сабыр Қасымов, үшіншісі құжатқа да, ісіне де өзгеше ұқыпты әйел Нинел Фокина. Мен әлі есімде сол кезде хабарсыз кеткен балалар, жоқ болып кеткен балалар, қайтыс болған балалардың бәрін комиссия тексерді. Бұл не себепті, қалай, неге дәл сол кезде дүниені өтіп кетті жас балдар деген. Сол мақсатпен мен бір баланы іздеп Павлодар облысының Май ауданына бардым. Жұпыны тұратын қазақтың екен шопандар екен. Сол кезде бір елдер келіп қалған азаматтар, әкесі, шешесі баланың тірі екен, әңгімелестік,
сұрадым мен баласы жөнінде. Сонда олар баламыз өз ажалынан дүниеден өтті. Ауылда Алматыда келін бар деді. Кішкентай бала қалды деді, бірақ адресін білмейміз, мекен жайын білмейміз деп мені қашқақтатып, жаңағы келінге де жұмсамады. Бірақ мен бір байқағаным, анасының көзіндегі мұңында көп нәрсені айта алмай отырғандығын сездім. Шынында да сол кездегі дүниеден өтіп кеткен, жаңағы құрбан болған, желтоқсан оқиғасына құрбан болған көптеген балалардың әке-шешесі іштен айтуға уәде беріп оян болу керек. Мен оны басқа аудандардан да, елге барғанда біздің ауылдағы адамдардан да байқадым. Оқудан шығып кеткен балалар үн жоқ, түн жоқ, жаңағы ауылда қойшының көмекшісі болып, сөйтіп жұмыс істеп жүр. Сонда біреулер айтатын, осы балаларды анда-санда 2 айда бір рет келіп бір кісілер әңгімелесіп, тексеріп, ақыл беріп кетеді. Желтоқсан төңірегіндегі жинақталған проблемалар мынадай ойға тіреді. Егер желтоқсан шындығын бүкіл әлемге жария етпесек, жазықсыз істі болған жастардың жан дауысын ғалам жұртшылығының құлағына жеткізбесек, кеңестер одағында жеңіске жету мүмкін емес. Ол үшін не істеу керек? Тар шеңбір құрсауынан шығатын жалғыз жол бар. Осы кезге дейін қол жеткізіп, беті ашылған шындықты шетел оқырмандарына жария ету. Олар қолдап әкетсе, ақиқат аяққа тапталмасын деп шуласа, билік тұтқасында отырғандар аяғын тарта бастауы мүмкін. Осының амалын қалай табуды ойлап тұйыққа тіреліп жүрген күндердің бірінде жерден тілегенім көктен түсіп, күтпеген жерден Түркиядан хат алдым. Түрік мәдени орталығының басшысы профессор Туран Yazgan еліне шығармашылық сапармен келіп қайтуға шақырыпты. 1990 жылы мен Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары болып қызмет атқардым. Сыртқы істер министрі болып Арыстанбекова Ақмарал Хайдарова еді. Бір күні жұмыс бабында мен министрдің кабинеті кірсем, Арыстанбекованың алдында сол уақыттағы КСРО халық депутаты белгілі ақын Мұхтар Шаханов отыр екен. Сөзіне қарасам, екеуі айтысып отыр. Мұхтар Шаханов Түркиядан шақырып алыпты, соған байланысты Түркияға жүруге рұқсат қағаз сұрап отыр. Арыстанбекова оған көнбей, біз бере алмаймыз, біздің ондай құқымыз жоқ, біз оны келісуіміз керек, Москвада сұрауымыз керек деп әртүрлі сылтау айтып отырды. Ақыр аяғында Мұхтар Шаханов пен Арыстанбекова ешқандай келісімге келе алмады. Ол кездер Шахановтың атының өзі билікке үрей туғызып, оны шет ел сапарына шығармау бойынша біздің министрлік билік тарапынан жасырын тапсырма алған шақ болатын. Содан бір лезде өкіметтік телефон шыр ете қалды. Министр бұрылып сонымен сөйлесіп отқан уақытта, соны пайдаланып мен ымдап Мұхаңды сыртқа шақырдым. Министрдің қабылдау бөлмесінде екеуміз әңгімелестік. Мұхаңның мән жайын бәрін түсіндім. Мұхаңның Түркияға баратын негізгі мақсаты Түркия арқылы бүкіл Европаға, әлемге желтоқсан туралы, оның шындық туралы жариялау керек еді. Ал белгілі Москва желтоқсан көтерілісін шет елге шығармауға барлық күшін салды. Радио, телевидение, газет барлығы Москваның қолында болатын. Мұхаңа түсініп айттым, бүгін кешке министр Арыстанбекова Совет одағының делегациясы құрамында Москва арқылы біріккен ұлттар ұйымына ұшады. Сондықтан да мен визаны, паспортты бәрін ертең келіңіз, бәрін жасап берем дедім. Мен түсіндім. Мұхтар Шахановтың бұл үлкен іспен баратқан түсіне отырып, министрмен келіспеген, білмегенсіп, мен виза беруге бел байладым. Менен Шыңғыс Айтматовты, Мұхтар Шахановты неге жақсы көресің деп сұрасаңыз, бұлар түркі зиялылары. Кеңестік билік түркі халықтарының алғыр екенін білді. Сондықтан да оларды өз болмысынан ажыратудың барлық амалдарын жасады. Бірақ кеңестік жүйе қанша жерден қысым қалып, тыйым салғанына қарамастан, түркі зиялы қауымы өз шығармаларында астарлап болса да, халқына өз ойын жеткізіп отырды.
Өзім шығармаларын шексіз бағалайтын Шаханов солардың бірегейі. Шаханов түрік тұлғасы. Біз мұндай жігіттерді нар тұлға дейміз. Себебі ол тек ақын ғана емес, өз ел үшін басын бәйгеге тіге білетін нағыз түрк азаматы. Нағыз түрік ері. Кипр аралында өткелі жатқан конференция залының қабырғасына түрк ағайындар Россия империясының қол астында өмір сүріп жатқан Орта Азия және Қазақстан түріктеріне бостандық берілсін деген ұран жазып қойыпты. Конференцияда профессор Тұран жазғаннан кейінгі сөз маған берілді. Баяндаманың Қыбырыс түріктеріне әсер еткені соншалық, екінші комиссия шешімінен соң КОКП орталық комитеті өз тарихында тұңғыш рет өз шешімін өзгертіп, қазақ халқына негізсіз тағылған ұлтшылдық таңбасын алып тастауға мәжбүр болды дегенімде, жиналғандардың бәрі орындарынан тік тұрып, дүркірете қол соқты. Мұнда келген негізгі мақсатым, Кеңестер одағының басшылары тікелей өзі қысым жасап отырған Алматыдағы желтоқсан шындығын әлем азаматтарының құлағына жеткізу. Өйткені Горбачевтың өзі және оның қасындағы адамдар осы соңғы кезге дейін менің елсімен рухтастық, достық қатынаста екенімді білгеннен кейін ғана аяғын тартыңқырап жүр. Әйтпесе, олар үшін менің көзімді жойып, комиссия шешімін өздері қалаған арнаға бұра салу пәлендей қиындық тудырмас еді. Тұранбай екеуміздің арамызда осы мәселе төңірегінде ұзақ әңгіме болды. Кипр аралында өткен конференциядан кейін Мұхтардың түрік зиялы қауымымен, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен, басқа мемлекеттерден келген зиялы қауым өкілдерімен кездесулерін ұйымдастырдым. Шахановтың өз елінде ұлтараздық тудыру жолындағы емес, ұлтының намысы үшін бейбіт күресіп жүрген қайраткер екенін тек қана Түркияға емес, бүкіл дүние жүзіне жеткізуге тырыстым. Жеткіздім де. Әрине, бұл жолда мен жалғыз емес едім. Маған көмектескен адамдар көп болды. Мюнхенге қоңырау соғып, Азаттық радиосының қазақ бөлімін басқаратын Хасан Оралтайдан желтоқсан көтерілісі жайлы бар шындықты әлемге жария ету үшін Шахановқа барынша көмектесуін сұрадым. Мұхтардың Азаттық радиосынан келген журналистке берген сұхбаты әлемнің ең басты 24 тіліне аударылып, Мюнхен радиосы арқылы бүкіл әлемге тарады. Стамбулдың зиялы қауымы күнде кешкі аста Мұхтармен бас қосып кездесіп тұрды. Әскери басқармада, полиция басқармасында, университеттерде кездесулер ұйымдастырдық. Бірақ кеңес үкіметі Шахановты үнемі аңдумен жүрді. Мен Түркияда Мұхтардың қауіпсіздігін қолымнан келгенше қамтамасыз еттім. Мұхтардың баяндамаларын түрлі бақ құралдарына міндетті түрде суретімен тараттым. Соның арқасында Шахановты әлем таныды. Осыдан соң кеңес үкіметі Шахановқа тиісуден қорқты. Қорқуға мәжбүр болды. Біз осылайша Мұхтарды қорғай алдық. Елім айлап өткен өмір. Хасен Оралтай. Мұхтар Шахан сол кезге дейін Түркияға барған тұңғыш жоғары дәрежелі және ұлтжанды қазақ еді. Түркиядағы Шахановқа мен Мюнхеннен қоңырау соғып хабарластым. Түркиядағы түрік дүниесі зерттеу қорының бас хатшысы Сағадат Пынарға коммунистік бұғау астынан келген тұңғыш қонақты жақсы күтіңдер деп тапсырдым. Азаттық радиосы қазақ бөлімінің қызметкері Нұркамал Пыналды Мюнхеннен Стамбулға жіберіп, одан Мұхтар Шаханның түріктермен болатын кездесулерінде аудармашы болуын өтіндім. Анкарада істейтін Мұхтархан Оразбайұлына Мұхтар Шаханды Анкарадағы түрік мемлекеттік қайраткерлерімен кездестіруін, өзінің оған аудармашы болып, бірге жүруін тағайындадым. Хасан Оралтайдың желтоқсан көтерілісі төңірегіндегі шындықты әлем құлағына жеткізудегі азаматтық қызметіне ерекше тәнті болдым. 24 тілде хабар тарататын Азаттық радиосында осы тілдердің бәрінде дерлік менің құлаш-құлаш сөздерім аударылып берілді. Хасан аға өзінің таныстары арқылы ақш конгресінің депутаттарымен, қызметкерлерімен байланысып, оларға менің Кипр аралында жасаған баяндамамның ағылшын тіліне аударылған нұсқасын жөнелтіпті. Баяндама конгресс депутаттарына таратылып берілді. Көп ұзамай Бес Браунның
ақш конгресі желтоқсан оқиғасын қарады деген мақаласы және осы тақырыпта жазылған өзге мақалалар бірнеше әлемдік басылымда жарияланыпты. Бұл біздің үлкен рухани жеңісіміз еді. Міне осы оқиғадан кейін кеңестік билік бізден аяғын тартуға мәжбүр болды. 24 қыркүйекте Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің желтоқсан оқиғасын тексерген комиссиясының тұжырымдары туралы қаулысы қабылданды. Яғни комиссия жұмысының нүктесі қойылып, комиссия желтоқсан көтерілісі қазақ халқының өзге ұлттарға қастандық сипаттағы емес, өз құқын талап еткен бас көтеруі болғанын дәлелдеді. Алаңның көтеріліске ұласуы билік басындағылардың шерушілермен бейбіт тіл табыса алмай қолдан шиеленістіргендігінен, олармен түсіністікке ұмтылуға емес, дегеннен қара күшке салғанынан келіп шыққан қасірет болды деген ұйғарым шығарды. Тұжырымдамада желтоқсан көтерілісінің теріс сипат алуына кінәлі 41 адамның аты аталып түсі түстелді. 2 орыс офицерінің әскери күштердің араласуына орай оқиғаға көп адам мерт болды деген мәлімдемесін ашық жарияладық. Осыларды тиянақты түрде тексеру, жауап алу ісін билікке, прокуратураға, сот орындарына тікелей міндеттедік. Желтоқсанда шерушілерді қуып тарату ісіне сапер күректері, темір білемдер, резинка сойылдар, өрт сөндіргіш көліктері, иттер қолданылғанын дәлелдеп, ұсталғандар мен жарақат алғандардың тура санын анықтадық. Желтоқсан оқиғасы күндері табандылық пен ерлік қайрат көрсеткен үшін марапатталған Қазақ КСР ішкі істер министрі Князев пен оның орынбасары Басаровтан бастап, барлық құқық қорғау қызметкерлері мен әскерилерден марапаттарды қайта алып тастауды және желтоқсан оқиғасындағы қылмысқа тікелей қатысы бар ірі шенділер мен билік басы өкілдерінің қызметтен босатылуын, олардың қызметте өскендерінің ісін қайта қарауды талап еттік. Оқиғаға орай сотталғандар мен қаза тапқандардың ісін қайта қарауды сұрап, 17 желтоқсанды демократиялық жаңару күні деп белгілеуді ұсындық. Қазақ жастарына нашақор, маскүнем, бұзақы деп жала жауып, оларға әскер күшін қарсы қоюға рұқсат берген үшін КОКП орталық комитетінің Горбачев бастаған саяси бюросы айыпты деп танылсын деген сөйлем енгіздік. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі төралқасының төрағасы Асанбаев және басқа басшылар бұл мүмкін емес қой. Кеңестер одағын кім басқарып отырғанын ұмытқансыз ба деп таңғалысты. Мен қасарысып тұрып алдым. Ақыры Горбачев бастаған деген сөйлемді сызуына ғана келісім бердім. Комиссияның соңғы тұжырымдамасы сессияда оқылды. Сол құжат жарияланған күннің ертеңіне маған елбасы Горбачевтың өзіне қоңырау соғып, комиссияны неге сонша тайраңдатасыңдар деп қатты ренжігенін жеткізді. 24 қыркүйекте Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің ұйғарымы жарияланды, бірақ сол ұйғарым әлі күнге дейін күшіне енетін емес. Халықтық бақылау комитетінің төрағасы қызметінде жүрген Геннадий Колбин Горбачевқа кіріп, оны 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан оқиғасын тексерген комиссияның шешімін жоққа шығару және мундир намысын қорғау мақсатында КСРО қауіпсіздік комитеті, КСРО ішкі істер министрлігі, КСРО прокуратурасы қызметкерлерінен арнайы комиссия құрғызуға көндіреді. Осы 3 саланың адамдарынан құрылған комиссия тез арада Қазақстанға келіп іске кірісті. Олар өздерінің кейбір шешімдері жайлы баспасөзге сұхбат та беріп үлгерді. Валуйский. КСРО халық депутаты Мұхтар Шаханов КСРО халық депутаттарының бірінші съезінде 1986 жылы Алматыдағы желтоқсан оқиғасында бейбіт шерушілерге қарсы одақ бойынша тұңғыш рет сапер күректері, қызметтік иттер қолданылып, әйел қыздарды резеңке сойылдар және керзі етіктермен таяққа жықты. Оқиғада құрбан болған бейбіт шерушілер саны әлі күнге жасырылып,
құқық қорғау қызметкерлерінің шерушілерге қолданған заңсыз іс-әрекеттері құпия түрде қалуда деген мәліметтер берді. Бірақ тексеру барысында бұл мәліметтердің ешбірі құжаттар негізінде шындықпен сәйкеспеді. КСРО прокуратурасының мемлекеттік қауіпсіздігі бойынша заң атқарушылар басқармасының прокуроры. Осы кезде мен КСРО президенті Горбачевқа, КСРО жоғарғы кеңесінің төрағасы Лукьяновқа ашық хат жолдадым, және ол хатты түгелдей КСРО халық депутаттарына, жоғарғы кеңес мүшелеріне таратып бердім. 4-ші съезд кезіндегі бір үзілісте не де болса ушыққалы тұрған үлкен мәселенің анық-қанығына көз жеткізбекке бел буып, жолдаған хаттың жайын білмекке Лукьяновқа жолығып едім. Сонымен сіз Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігі мен бас прокуратураның желтоқсан оқиғасын тексеруіне қарсысыз ғой, деді. Солай. Өйткені қылмыс солардың қолымен жасалды. Енді комиссия құрып өздері ақтап алмақ па? Мұны естісе, ашынған халықтың қайтадан бас көтеруі мүмкін, дедім. Талабыңызға жауапты Горбачевпен ақылдасып алғаннан кейін айтайын деп еді. Біз 86 жылғы желтоқсан оқиғасының тікелей ушығуына кінәлі 41 адамның атын атап түсіндік. Комиссия тұжырымдамасында Колбинді КСРО халықтық бақылау комитетінің төрағалығынан тайдыру туралы ұсыныс бар. Біз әзірлеген тізім Горбачевтің басталушы еді. Қазақстандағы билік табан тіреп тұрып алған соң, Горбачевті алып тастауға амалсыздан мәжбүр болдық, деп онан сайын ерегісті мен Лукьяновпен. Сонда ол, бұрынғы билік салтанат құрып тұрғанда, желтоқсан төңірегіндегі әрбір ісіңізбен сөзіңіз үшін әлде қашан түрмеде жатқан болар едіңіз. Ертең сессиядан соң жолғайық. Қандай тоқтамға келгенімізді сол жерде анық білесіз, деді. Арадан бір күн өткенде, сонымен жолдас Шаханов, сіз жеңдіңіз, деді Анатолий Иванович маған. Қоғамға өзіңіз сияқты қайсар ақындардың да қажет екенін дәлелдедіңіз. Енді сіз басқарған парламенттік комиссия шешіміне Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі және бас прокуратура тұжырымдамасы қарсы қойылмайтын болды. Осыған мен Михаил Сергеевичті көндірдім, деді. Олар қайткен күнде де біздің комиссияның жұмысын жоққа шығаруды мақсат еткен еді. Осы кезде екі арада тағы да майдан, кезекті майдан түрі басталды. Біз де өліспей беріспеуге бекіндік. Осы орайда Мұхтар Шахановқа лайықты рахметімізді айтуға міндеттіміз. Ол азамат ретінде де, жеке тұлға ретінде де, осы 5-ші комиссияның жұмысын тоқтату жолында соншама жанталасты. Бар күшін салып, бізді қайта жиып, қайта жұмылдырып, ұйымдастырып, қайта майдан бастады. Соның арқасында жеңіс біздікі болды. 4-ші комиссияның тұжырымдары, дәлелдері ақыры мойындалды. 1990 жылдың күзінде Мәскеудегі жақтастарының қолдауымен 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын тексеру комиссиясы мүшелерінің және отандық шетелдік журналистердің қатысуымен Мәскеуде көмір өнеркәсібінің мәжіліс залында үлкен жиын ұйымдастырдым. Жиынға Соломенцевті, Шевриковты, Колбинді, Бабковты, Елисепті, желтоқсан көтерілісінің трагедиялы сипат еленуіне тікелей кінәлі тағы бірнеше адамды шақырттым. Олар әрине келмеді, кездесуге көп адам жиналды, ашық әңгіме болды. Сол жиналыстың ертеңіне мен Швецияға ұшып кеттім. Стокгольм, Упсала университеттерінде арнайы ұйымдастырылған жиындарда Алматы 1986 жылғы желтоқсан аңыз бен шындық деген тақырыпта баяндама жасадым. Сәл кейінірек Англияның Глазго, Данди университеттерінде тағы да желтоқсан көтерілісі туралы арнайы лекция оқыдым. Шетелдің ақпарат құралдары Кеңестер одағы басшыларының қолымен жасалған бұл әділетсіздікті шуласа, дабырласа іліп әкетті. Бірақ метел операциясын қарусыз жас өскіндер тағдырына сынап көрген қаныпезерлерді жауапқа тарту мүмкін болмады. 1990 жыл
17 желтоқсан, Алматы. Төрт жыл бұрын ұлт намысы үшін қан төгіп мерттіккен және мерт болғандар құрметіне ескерткіш тақтайша ашылу рәсіміне Алматының бас алаңына 20 мыңнан астам халық жиылды. 86 жылғы көтерілістің үлкен митинг өткізуге белсенді үлес қосып, соны ұйымдастыруға Мұхтар Шахановтың сіңірген еңбегі өте зор болды. Неге десеңіз, белсенді топ мүшелерін құрып, қалалық атқару комитетіне келді. Қалалық атқару комитетінде мен ол кісілермен жолығып, Серік Абдрахманов деген қалалық атқару комитетінің орынбасары, қалалық атқару комитетінің төрағасы Заманбек Нұрқаділовке осы жағдайлардың бәрін жеткіздім. Сол кезде Заманбек пенен Серік Абдрахмановтар кімменен Шахановтың белсенді тобыменен түнгі сағат 1-2-ге шейін отырып, көптеген жұмыстар жүргізді. Енді бұл белсенді топтың мүшелері ондаған жігіттер мен қыздар әрбір қаланың бұрыш-бұрыштарын аралап, оқу орындарына барып, халықты ұйымдастыру үшін көптеген еңбек сіңірді. Идеологиялық басында Мұхаң тұрды, Мұхтар Шаханов. Иә, қазақ жеңді. Бірақ ұлтын жеңіске жеткізу үшін санаулы ғана азаматтардың мылтықсыз майданда күрес кешкенін жалпақ ел толық біле бермей, білгені ескеруге сара. Мұхтар Шаханов. Мұхтармен алғашқы кездескен сәтімізден ақ ойымыз бір жерден шықты. Содан ажырамай келеміз. Мұхтармен қауіпті кездерде бірге болдық. Өлсек, бірге өлер едік. Алматыға келгенімде Мұхтардан желтоқсаншыларға арналып қойылған белгі тасқа ертіп баруын өтіндім. Алаңға бара жатқан жолда соңымыздан бірнеше милиция көлігінің ілесіп отырғанын байқадым. Шейіт болған желтоқсандықтардың рухына арнап, ескерткіш тастың алдында дұға оқып отырғанымызда да, үкіметтің арнайы аңдушылары бізді көзден таса етпеді. Егер біз Шахановтың Түркиядағы жақтастары Мұхтарға дер кезінде қол ұшын беріп, оның бар жағдайын әлем жұртшылығына жария ете білмегенімізде, Мұхтарға өз елінде қауіп төніп тұрғаны, оның міндетті түрде көзін жоятыны анық еді. Ондай әрекеттер әрине аз болмаған. Ақиқаттың жолы қашанда ауыр. Желтоқсан шындығының соңына шырақ ала түскен біздің сол тұстағы ұйқысыз түндерімізді, немесе түн жарымнан ауа үйге қайтып бара жатқанда